Сәлем баршаңызға, мен Жайнагүл. Сіздермен өте керемет пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыздар. Бірінші қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға жылы суымызды құйып, оның үстіне дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін қантымыз бен тұзымызды салып, араластырып, 3 минутқа бетін жауып қоямыз. Үш минут өткен соң ұнымызды біртіндеп салып отырып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз қолымызға жабыспау керек. Бетін жауып 20 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Соусымызға керек нәрселер видеода жазылған. Оның бәрін блендерде өткізіп аламыз. Жиырма минут өткеннен кейін жылы жерден қамырымызды алдым. Өздеріңіздің қалауларыңызша екіге бөліп немесе бәрін бірге қосып илеуге болады. Мен екіге бөліп істедім. Дайындалған соусымызды үстіне жағып, одан кейін мен колбаса қолдандым. Колбасадан кейін сырымызды жағып, 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. 20 минутта пісіп шықты. Өте дәмді, тестісі жұп-жұмсақ болып шықты. Жасап көріңіздер, ас болсын.